Әшір. Bir қазаққа мазақ болып тұр, бірін күндегенде ғажап болып тұр. Ең жаманы бір туған қазақтарды шақыртып тұрғанда қазақ болып тұр деп отыра. Ассалаумағалейкум барша мұсылман қауым. Біз қазір жерден 2 километр жоғарыда биіктікте тұрмыз. Bir көлік демалыс орнында байқайтын болсаңыздар, міне табиғаттық ойынды көрсеңіздер болады. Баршасына сәлемдер болсын. Бостандық аудандық жігіті Нұрсұлтан есімді альпинист досымыз. Жол көрсетушіміз. Оның артынан жүруші болмаңыздар. Неге сояққа әрекетеміз ба, Нұрсұлтан? Жаққа барамыз ба? Неге? Мұна тамаша көрініс. Баяғыда су ағушы еді, мына жердің құмақ қамба бірдеңе ғой таулардың арасынан. Машалла. Аллахтың кереметі. Біздің ұжымның жарысынан аздан ау төмен жақтарда қалып кеткен. Ана бір Нұрғали деген жігіт әрең келіп отыр. Оның телешке сарта қалды. Біздікілердің ана Расылдарға жүйде? Ерекең келіншегімен. Машалла. Ерекеңнің себебі бар. Әтпесе болыпса. Көріне ба? Тұр ба? Ана апақ. Машалла, мына Ербол келіншегі таудың қызы. Кім қандай екендігін, денсаулығын дәлелдейтін кезі. Мына таудың аяқталатын жері жоқ. Білмейміз енді, жетеміз бе жоқ па, бір Алла білші. Шығуға шығамыз, ақты сөзді кім ойлайды.